Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай әжемнің кеспесін дайындайтын боламыз. Қамыр езілмей, таққа әдемі болып шығады. Өте керемет кеспе. Менің каналымда қоңыраушасын басып қойсаңыздар, бірінші болып көресіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өте дәмді, ерекше кеспе. Әжеміздің кеспесін дайындайтын боламыз. Бізге осында ет, 2 пияз, сәбіз, картошка, жылқының етінен жасап жатырмын. Өте дәмді болып шығу үшін осыны етті жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымызды да ұсақтап турап аламыз. Картошкамызды да ұсақтап турап алатын боламыз, торпешті қылып. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан шығатын болады. Біз қазанға 1 шөміш майды құйып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып алатын боламыз. Сәбізді де жақсылап қуырып аламыз. Картошкамызды да қуырып алатын боламыз. Осындай томат ішіне паста салып алатын боламыз. Бәрін жақсылап қуырып алдым. Енді үстіне су құятын боламыз. Менде осындай приправа, 12 түрлі приправа, осындай түрлі-түрлісін салдым. Укроп салдым ішіне. Лавр жапырағын салдым. Тұз салдым ішіне. Өте дәмді болып шығады. Менде осындай 3 жұмыртқа. Тұзды ерігенше жақсылап қозғап алатын боламыз. Осы 3 жұмыртқаға үлкен де емес, кішкентай да емес, орта қамыр елеп алатын боламыз. Құры өзі жұмыртқаның өзіне елесеңіздер, қамырларыңыз өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып, езілмей шығатын болады. Құры сумен елесеңіз де болады, жұмыртқаны ұнатпайтын болсаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше болып шықты. Енді бұны пакетке қойып қалдыратын боламыз. Енді бұл қамырды жақсылап жайып алатын боламыз. Дөп-дөңгелек қылып жақсылап жайып аламыз. Қамырды салып қайнатсаңыздар да езіліп кетпейтін болады. Істеп жеп көрсеңіздер күшті болады. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойды ұмытпағаныңыздар. Мен алдыда көп видеолар шығаратын болам. Соларды бірінші болып көретін боласыздар.
қамырымызды кесіп алатын боламыз. Біраз уақыт егітсеңіздер де болады. Мен егіткен жоқпын. Осыны жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай ұсақ қылып турап алатын боламыз. Міне бәрін турап алдық. Енді біз жаңағы сорпамызға әбден қайнады. Етіміз пісіп, барлығы неғылып, енді біз осы қамырды салып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қайнап шықты. Өте дәмді. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.